Дания. Солтүстік Еуропада орналасқан осы шағын мемлекет туралы айтқанда, ең алдымен заңды өте құрметтейтін, әрі уақытын үнемдеп жұмсайтын халық еске түседі. Германия, Норвегия және Швеция елдерімен шекаралас жатқан корольдіктің ауа райы қолайлы. Қысы жылы, жазы қоңыр салқын болып келеді. Жалпы, Дания корольдігі Скандинавия елдеріне жатады. Қазақстан мен Дания астаналарының ара қашықтығы шамамен 5000 шақырымға жуық. Екі ел арасының мың шама ұзақтығына қарамастан, біздің қандастарымыз осы жерге де қоныс тепкен. Жері шалғай, болмыс бітімі, мәдениеті мен дәстүр салты да бір-біріне ұқсамайтын бұл мемлекетке ағайындарымыздың басым бөлігі Ауғанстан елінен келген екен. Біздер бұлта туған өсіп отқан жеріміз Ауғанстан еді ғой. Ол жерде менің мамандығым бар еді, оқылған, Ауғанстан университетіне алған. Бұл жерде Иранда жұмыс таба алмадық, жұмыс қиын болды, тұрмысы қиын болды. Отыруға жол бермейтін еді Иранда қалуға. Сосын мәжбүр қалдым Еуропаға келуге. Мұхаммед Рафи Аюбидің ата-бабалары 1932 жылғы ашаршылық кезінде Қазақстанның Қызылорда өңірінен Өзбекстанға, одан Тәжікстанға кейін арағы жылдар салып Ауғанстанға қарай өтіпті. Мұхаммед Рафи аға Данияның Орхус қаласына көшті бастап келген алғашқы қазақ. Бұл жерде бұрын-соңды қазақтар тұрмаған екен. 1985 жылы туып өскен мекенін тастап бала шағасымен көшіп келген ол, өзі орнығып алғаннан кейін ата-анасын, екі інісін де отбасымен бірге шақыртып алыпты. Жалпы, Дания үкіметінің осы елде тұрамын дейтін азаматтарға қоятын басты шарттарының бірі дат тілін үйрену болатын. Сондықтан, мұнда келгеннен кейін ең алдымен тіл үйреніп, қажетті мамандықтарды меңгеруіне тура келеді. Мен түрлі мамандық да оқып алдым. Бірінші мамандығым шаруалық мамандық еді. Мал бағу, жерді жыру, жерлерді қалай егін егу, сол мамандықты алдым. Бірақ о мамандықтан кейін мен о мамандықта жұмыс таба алмадым. Одан кейін техник бөліміне кеттім. Сол техник бөліміне оқып, қазір машина оператор дейді. Соны оқып бітіріп, сол жұмысқа мен іліндім. Дат, ағылшын тілдерін жетік меңгеру осы жерде тұрып жатқан ағайындарымыздың қазақ тілі мен мәдениетін, тарихын ұмытуына кедергі кетірген жоқ. Қайта жат елде жүрген бауырлар әдет құрып, салт санамызды жаңғыртып, ұрпақтан ұрпаққа таратып келеді. Осы өлкеге 2001 жылы қоныс аударған Абдул Салам Аюби Игенбет пен Апиза Тоқпақ 5 бала сүйіп отыр. Олардың алды бүгінде студент. Үлкен қыздары Фарзана тіс дәрігері, екінші ұлы әкім экономика мамандығын таңдаса, Амит әнші болсам дейді екен. Ұзақ уақыт Ауғанстан, Иран елдерінде, кейінгі жылдары Данияда тұрып жатсақ та, ұрпағымызды ата жұрттан, ұлттық дәстүрден шектеткен емеспіз дейді ата-ана. 2008-де біздер барлық бірге барғанбыз Самия. Әнім той болды, соған барғанбыз 2008-де. 2009 былтыр өзім жаңғыз барғанбыз. Беш бармақ, манты, пельмен, бауырсақ пісіреміз. Арасында бауырсақты пісіріп тұран балдар ұмытып қалмасын қазақшылықты деп. Айтта бауырсақ пісіреміз, Наурыздан өреске жестейміз. Балдар қазақ салтты ұмытпасын деп. Интернеттен балдар қазақша оқып тұрады. Қазақ өлеңдерін тыңдап тұрады. Базардан алып келген жаңғақтаймын, мінезім жеңіл емес қаңбақтаймын. Бұл ұзатылып бара жатқан қыздың атана, ағайын туыс, ел жұртпен қоштасуы, сыңсуы. Ұлттық тәрбие мектебінің тамаша үлгілерінің бірі Аужар деп аталады. Бүгінде ұмыт болып бара жатқан осы салтты Дания жерінде тұрып жатқан аяулы аналарымыз қайта жаңғыртып, ұрпақтан ұрпаққа таратып келеді. Қазақтардың басы қосылған той-думандарды шама шарықтарынша көрсетіп қалуға тырысады екен. Мұның астарында ата жұртқа деген сағынышта жатқандай. Амангүл Боранбайқызы Аюбилар отбасының ұйытқысы, қара шаңырақтың иесі.
Бүгінде 22 немере 14 шөбере сүйіп отырған қарт ана жадында сақталған ұлттық дәстүріміз бен салтымызды кейінгі жас толқынның зердесіне тоқып кетуді аңсайды. Қазіргі технологияның дамыған заманында мынандай қолмен ұршық иіру, жүн тұту секілді өнеріміздің қалып бара жатқаны рас. Амангүл апай ұлтымыздың осы төл дүниесін әлі күнге дейін қолынан тастаған емес. Мысалға, мына ұршық қайненесінен қалған көз екен. Ал қалған екеуін кейіннен шеберлерге жасатып алыпты. Соны тастамасы алып келдім қойса Далмыртқа сөйтіп. Соны алып келіп, әнекей осы балдарға көрсетіп, нұсқа қылып, жаңа кілем де бар, үйде мынандай тоққан. Сол балдарға үйретіп, әне бастап, тоқып, сол кілем шығарып сөйтіп біздер. Амангүл апа 3 ұл, 2 қыз тәрбиелеп өсірді. Барлығы балалы шағалы. 4 баласы Данияда. Ал 1 қызы оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш қаласында тұрады екен. Үрім бұтақтарының ортасында бақытты ғұмыр кешіп отырған ол, атажұртта қалған ағайындарына жыл сайын барып тұрады. Алайда, иесіз қалған жер жетім, басшысы жоқ ел жетім, замандасы болмаса бәрінен де сол жетім демекші, қарт ана қазақтың дархан даласын көнегөз қариялармен арқа-жарқа болып отыратын кезді аңсайды. Балдарды қимай отыр. Болмаса менің жайым сүйер ғой. Елім ғой, өзім барабар мен бар, құрдастарым бар, өзім құсаған кемпірлерім бар, сөйлесуім не қылам. Беруге кім не қылам, отырам еді. Өнер, ағып жатқан бұлақ, ілім жанып тұрған шырақ демекші, елдің өсіп өркендеуі білімді де білікті жастардың қолында екендігі белгілі. Сондықтан Дания үкіметінің тарапынан балалардың орта мектепте де, жоғары оқу орындарында да тегін білім алуына жағдай қарастырған. Орхустағы көше бойымен өтіп бара жатып, мына мектепке көзіміз түсті. Мұның сыртқы бетінде әлем картасы және әр елдің жалауы бейнеленіпті. Олардың арасында тұрған Қазақстанның байрағы алыстан көзімізге оттай басылды. Бұл жерде түрлі ұлттың өкілдері оқиды екен. Және мектептерде де әр оқушы ұлттық тағамдарын пісіріп апарып, мүмкіндігінше қолөнер бұйымдарын көрсетіп, өз мәдениетін, тарихын әркез насихаттап тұратын дәстүр қалыптасқан. Мұны 7-ші сыныпқа көшкен Бейза кете де жақсы түсінетінін айтады. Мен қазақмын, қазақ болғанымды да білем. Кішкентай кезімнен бері қазақша сөйлеймін. Мен мына Данмаркада отырсам да данша сөйлеймін, қазақша да сөйлеймін. Қазақша тілін hiç ұмытмаймын. Sonra annem, benim apam деген үйретеді маған. Жердегі туыстарым, мен барымыз қазақша білеміз, бір-біріміз менен қазақша сөйлейміз. Барғым келеді да, я. Қазақстан менің жүрегімде бар. Қазақстанды да сағынам, ama жерді да жақсы көремін. Байқап отырсаңыздар, Данияның табиғаты ерекше. Жайқалған көк майсасы, түрлі түсті қолпырған гүлдері мен тал теректер көздің жауын алады. Осындай қоршаған ортаның әсемдігіне байланысты, бұл елді Скандинавияның жасыл маржаны деп те атап жатады. Мынау Орхус қаласындағы ботаника бағы. Бұл жерде әлемнің әр түкпірінен жеткізілген алуан түрлі шөптер мен ерекше гүлдер отырғызылған. Әр гүлдің жанына қай елден келгендігі жазылыпты. Акбар мен Назгүл Аюбилар жусанның иісін, атамекеннің жұпар аңқыған даласын аңсаған кезде осы бақты аралайды. Назгүл Қазақстанның Семей өңірінде туып өскен. Акбар Орхустағы гимназияны аяқтап, жолдама бойынша атажұртқа барып, бірер жыл елдің тыныс тіршілігімен танысады. Сөйтіп жүргенде Алматыда болашақ жарына кезігеді. Екеуі 1995 жылы отауларын тігіп, шаңырақ көтерген. Бүгінде Орхус қаласында тұратын жанұя бір ұл, бір қыз тәрбиелеп отыр. 3 айға барам деп, сонда мен Қазақстанда 2 жыл қалып қойдым ғой. Себебі Назгүлдің соңғы курстері еді, сол оқуы
зая кетпесін деп, обал болмасын деп, соңы көрсін үшін күттім Қазақстанда. Ұлтымыздың бар болмысын бойына сіңіріп, қазақтың кең жазиралы даласында өскен, Назгүлге алғашқы келген бетте жат жердің тұрмыс тіршілігіне үйрену оңай болмаған. Десе де, қазір бұл жердегі мамыражай тыныштық адамдардың бойындағы асқан сабырлыққа үйреніп алған. Бірақ ананың сүтімен, атаның қанымен келген ұлтымыздың жөн жоралғысын ұмытпай, өз балаларына үлгі өнеге ете отырып, қазақтың меймандос, қонақжай халық екендігін дат достарына да мейлінше насихаттап отыруды мақсат тұтуда. Біздің отбасымыз даттарменен көп байланыстамыз, өйткені жұмыс орнында істейтін қызметкерлермен айналысамыз, достарымыз бар, олар келген кезде міндетті түрде мен ұлттық тамақты дайындауға тырысамын. Барлық біздің достарымыз, мысалы үшін қазақтың бауырсағын жеп, бес бармағын жеп, наурыздарда наурыз көже ішіп, біздің үйге келіп, ондай біздің дәстүрлерімізді де үйреніп жатыр. Мемлекет қоршаған ортаның тазалығына аса мән береді екен. Мұнда тұрғындар көбіне автокөліктен гөрі велосипедпен жүруді дағдыға айналдырған. Бұл әсіресе Орхус қаласында байқалады. Үйлердің кез келген мекеменің алдында, көше қалтарыстарында арнайы велотұрақтар орнатылыпты. Жергілікті халықтың да, осында келген туристердің де қалауынша пайдалануына мүмкіндік қарастырылған. Және Дания біраздан бері жел энергиясын тұтынып келе жатқан елдердің бірі. Бүгінде қуат көзінің 25%-ін желден алып отыр. Ал осы энергияны тартуға қажетті қондырғы, яғни қозғалтқыш диірмен Орхус қаласындағы әлемге әйгілі ірі Vestas компаниясында өндіріледі екен. Акбар Аюби осы алып мекеменің жұмысына бизнес сараптама жасап, белді қызмет атқарып жүрген қандастардың бірі. Қытайда зауыттар бар, Америкада зауыттар бар, Испания, Еуропаның қарбы қаласында кішігірім болса түрлі зауыттар бар. Ал бұның ішінде ойлап келіп қарасақ, мынау отырған жеріміз, ол зауыттың бас офисі. Бүкіл осы жерден біз дүние жүзіндегі болып жатқан активитеттерді, не алынды, не сатылды, жұмысқа кім орын алып жатыр, осы жерден біздер оны бақылап қарап отырамыз. Акбар Аюби бұл елге 1988 жылы келіпті. Бір елден екінші елге өтіп, көп қиыншылықты бастан кешірген ол, 15 жасынан бастап қана қолына қалам алып, хат тани бастаған екен. Өзінің білімге деген құштарлығы мен зеректігінің арқасында мектепті үздік бітіріп, гимназия, кейіннен Орхустағы белді университеттердің бірін тәмамдайды. Алғыр азамат бүгінде ірі шетелдік компанияда қызмет атқарып жүргенін мақтан тұтады. Жер-жерде 22 мыңға жуық жұмысшысы бар мекемеге орналасу екенін бірінің қолынан келе бермесі анық. Айта кету керек, ол мұндай жетістікке қол жеткізіп отырған Даниядағы жалғыз қазақ. Сырт елге келіп, қазақ болып, басқа ұлт болып, сиысып кетіп, бір мемлекеттің культурын үйреніп, тілін үйреніп, ары қарай ең жақсы жұмыстарына қол жеткізген, бұл оңай жұмыс болмады, жұмыс емес, маған да оңай болған жоқпын. Қалай маңдай терімді төгіп, университетте оқыдым, ары қарай жұмыстар атқардым, сол маңдай терімменен, білімімменен, міне бүгін аз да болсақ 10 семей қазақты ішінде осы Vestas деген компанияға өзім қол жеткізіп, міне осы жұмыс шаруа атқарып жатырмын. Данияның небәрі 5,5 миллионға жуық тұрғыны бар. Оның 350 мыңы сол елдің астанасы Копенгагеннен кейін ірі қала саналатын Орхуста тұрады. Ал олардың 50 мыңын студенттер құрайды. Сондықтан бұл жер жастар қаласы деп те аталады екен. Қазақ ағайындардың көпшілігі корольдіктің осы қос шаһарында тұрып жатыр. Олардың барлығы дерлік білім, ғылым жолына түсіп, білікті мамандардың қатарын көбейтуде. Біреулері экономиканың майын шағып, бизнеспен айналысса, енді бірі дәрігер, мұғалім, полиция қызметінде жүргендер де бар. Спортта үлкен жетістіктерге қол жеткізе білген саңлақтар да табылады. Осылардың бәрінің басын қосып, ұжымдастырып отырған азаматтардың бірі Нұр Арман Аюби. Ол бүгінде осындағы қазақ мәдени орталығын басқарады.
Орталық 2003 жылы құрылып, өз жұмысын бастаған екен. Ондағы негізгі мақсат ана тілімізді, ұлттық құндылықтарымыз бен мәдениетіміз, салт дәстүрімізді сақтап, кейінгі жас толқынға жеткізу еді. Біз әрине жыл сайын қарым-қатынасымыз мықтылау болып жатыр. Біз 2003 жыл бастаған кезде біздің бас мақсатымыз тек қана Данияда қазақтарды қосу емес еді, ол бір аяқ еді, екінші аяқ. Мына дәттердің алдына қазақ дәстүр, қазақ мәдениет, қазақ тілін, Қазақстан не деп, соның бәрін үйрету, ғылым беру, білімменен үйрету. Қазақ мәдени орталығының арнайы ғимараты жоқ. Алайда үлкен жиын, мерекелерді өткізуге жергілікті үкімет тарапынан қолдау көрсетіліп тұрады екен. Бұл жердегі ағайындар Наурыз мейрамы, тәуелсіздік күнін бар сән салтанатымен атап өтеді. Сондай-ақ газет журналдарды, күнделікті баспасөзді ғаламтор арқылы оқып біліп, елдегі болып жатқан жаңалыққа да үн қатып отыр. Десекте ағайынның көкейінде атамекенмен арадағы байланысты реттеп, жүріп тұруға көмек көрсететін Қазақстанның Даниядағы елшілігі ашылса деген ниетте жоқ емес. Біз елшілік бойынша Берлиндегі қазақ елшіліктің астына жатамыз. Бірақ ол кісілер қандай алыс болсам, бізге қымбатты уақытын бізге бөліп, сұрақтарымызды болса бәрін жөндеп, виза бойынша болса сразу жөндеп беріп, сонымен оншама қиындық көрмей жатырмыз. Ал енді әрине Данияда елшілік сұрағанымыз неше жыл болады. Ашылса өте қуанышты боламыз, негізгі өзімізге жақын болады. Мен өзім Копенгагенде тұрам, яғни өз қаламда болады. Байқап отырсаңыз, кейіпкерлердің көпшілігі аю би. Аю ру атын білдіреді. Яғни бұл жерде тұратын ағайындар өз руларын құрметтеп, соны тегіне пайдаланған. Жет атасын білмеген жетесіз демекші, қазақ бауырларымыз осылайша өздерінің ата тектерін ұмытпай, қадір тұтып, ұлтымыздың мызғымас беріктігін сақтап келеді. Азия мен Еуропаның арасына көпір болып, қос мемлекетті байланыстырып отырған ағайын қанша ұрпақ ауысса да, атамекенге деген ыстық сезімдерін жоғалтпақ емес. Өз жолдасым қазақ қыз негізгі қарағандыдан, бір ағамам қазақ қызымен үйленіп, семей жақтан. Сонымен қазақшылыққа негізгі біз өте өзімізді, арамызды Дания мен Қазақстанмен дамыту үшін мен жұмыс істеп жүрмін. Сол мақсатын бұруам, сол біздің қоғамды жасаған үшін сол амайды Дания мен Қазақстанның арасын көпір соғып, сол көпірді мықты жасап, қарым-қатынасты еш қозғалмайтын деп мықты жасаудың сондай мақсаттар бар. 2 жылым Қазақстанда өтіп, сол арқалы мінекей, сол 2 жылдың арқасында мінекей бүгін мен қазақша сөйлеп тұрмын. Бір рахметімді айтып келетін осы жерде марқұм Манаш Қозыбаев 90 жылдары осы жерде алтын адамда келіп, біздің Архус қаласында осы Данияда музейге келіп көрсеткен. Ол кісі сол кезде Қазақстан туралы бізге сөз айтып, қазақ кім екенін айтқаннан кейін мен жүрегіме бір от жағып кетті. Біздер бұл мемлекетте өмір сүріп жатсақ та, түбіміз қазақ болғаннан, сол қазақшылығымызды сақтауға, бірінші тілімізді сақтауға, одан кейін түрлі дәстүрлерімізді, мысалы үшін жыл 12 айда бір келетін Рамазан айында ораза тұтуды, айтта үлкенге барып сәлем беріп, бәрі қазақтар жиналып айт ұстауды, Наурыз мейрамын құттықтауды, Наурызда Наурыз көже жасауды, оның бәрін жаңағы балалар ұмытып кетпесін деп жасап отырамыз. Былтыр барғанмын. Былтыр 9 айда бардым. Алматы, Шымкент, Сарыағаш, Түркістанға ағайындарым бар. Мамам сояқта, енелерім бар, қарындаштарым бар, жиендер, нағашылар, қайын-жұрттар бар сояқтар. Қазір пенсияма аз қалды, не болуға, пенсия болуға 4-5 жыл жұмысым қалды. 4-5 жыл бітіргеннен кейін иншалла ниетім бар Қазақстанға қайтып көшіп баратын, елге, жұртқа, ағайынға қосылатын. Түбіміз бір ғой, барымыздың, аталарымыздың қаны, кіндік тамған жер ғой. Еш заман ол атамекен ұмытылмайды.